Менің аты жөнім Қайрат Әнуарұлы Рақым, жасым 45-те. Гоголь атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында істегеніме 25 жыл болды. Мен кітапханада 97 жылдан істеймін. Сол кездегі кітапхананың директоры мен туралы білетін, кітапханада автоматтандыру бөлімін құрып, сол бөлімге мені шақырды. Мен ол кезде 3-ші курс студенті едім. Қарағанды техникалық университетінде. Мамандығым ақпаратты технологиялар факультеті, автоматтандырылған жобалау жүйелері. Жас кезімде тіпті оншыма шектеулерді сезбейтінмін. Физкультурадан босату болмаса, сол кездері бәрімен бірге жүрдім. Олармен солар сияқты оқуға түсуді, жұмысқа тұруды армандадым. Оқуға да түстім, бітірдім. Бәрі кәдімгідей. Онша қиын болған жоқ. Мектепте де, университетте де мені қоршаған жақсы адамдар. Қоғамға шығып, жұртпен араласып, кісілермен сөйлесіп, кісілердің арасында жүру керек. Осы автоматтандыру бөлімінде жүйе әкімшісі болып істеймін. Жұмыс аясында кітапхана қызметін автоматтандыратын Airbus деген автоматтандыру ақпарат жүйесін орнатып шықтым. Оны қазақ тіліне икемдедім. Өйткені ол ресейлік жүйе, қазақ тілін қолдамайтын. Оқырмандарды фотоға түсіретін сол жүйеге арналған бір модуль жаздым. Кітапхананың алғашқы сайтын 1998 жылы жасағам. 2000 жылдары кітапхана каталогын интернетке жарияладық. Осы жұмыстың бәрін көзге түсті, еңбегіме биік баға берді. Айналадан қарап іздесе жұмыс табылады. Барлық мекемелер, өндірістер жұмысшы керек, қызметкерлер керек деп жарнама беріп жатыр. Оларды менсінбесе, ол ешқандай жұмыста ол адамды қорламайды. Қайта масылдық ол қорлық.